Ғұндарды еске алғанда көптеген адамдар олардың Европа мен Қытайға жорық жасаған кездерінен санаулы сәттерді айтады. Бірақ ғұндар мен оның империясы біз ойлағаннан да ауқымды. Ғұндар шығыста Жапониядан, батыста Португалияға, оңтүстікте Үндістаннан, солтүстікте солтүстік мұзды мұхитқа дейін жаулап барған. Осындай орасан зор аумақты бір патшаның басқаруы мүмкін емес. Сондықтан Ғұн империясы үш бөліктен тұрған. Олар Мөде хан құрған шығыс Ғұн империясы, Шөже хан құрған батыс Ғұн империясы, сондай-ақ оңтүстіктегі ақ ғұндар империясы эфталиттер. Бүгінгі видеода ақ ғұндар жайлы және Атила жайлы айтатын боламын. Жалпы эфталиттер жайлы мағлұматтар өте аз, ал біздің тарихта мүлдем еске алмайды. Бірақ мен эфталиттерге қатысты барлық негізгі ақпараттарды жинадым. 4-ші ғасырда ғұндардың бір бөлігі қазіргі Өзбекстан аумағы мен оңтүстік Қазақстан аумағына көшіп келді. 5-ші ғасырдағы армен тарихшысы Лазарь Парфский эфталиттер жайлы бейбіт уақытта да ешкім эфталиттермен соғыспас түгілі, оларға қорықпастан батыл түрде беттеріне қарап тұра алмайтын деп олардың күшін сипаттады. Ғұндар әдеттегідей күш жинап көрші халықтарға жорықтарын бастады. Өзбекстанда табылған Орлат қабірінен біз эфталит әскерінің түр әлпетін көре аламыз. Оларды сұсты әскерлер ретінде бейнеленген. Батыста қуатты сасаниттік Иран болатын. Әуелі парсылармен бірге Римге қарсы соғысқан ғұндар Армения жерін бөлісуде келісе алмай таласып қалды. Эфталит ғұндары аз уақыттың ішінде орасан зор көлемдегі аумақты жаулап алып, қуатты империяға айналды. Сол кезде эфталиттердің көршісі сасаниттік Иран патшасы қайтыс боларында тақты үлкен ұлы Перозға емес, оның інісі Хормиздге берді. Ағайындар арасында таққа таласып, Иранда азамат соғысы басталды. Пероз эфталиттерден көмек сұрап келді. Ғұндардан 30 000 әскер алған Пероз інісін жеңіп тақты қайтарып алды. Дегенмен Пероз эфталиттердің батысқа экспансиясына байланысты оларға қарсы шықты. Ғұн эфталиттерінде парсылардың байлығы қызықтырып, шапқыншылықтарын үдете түсті. Ғұндарға соққы беріп көзін құрту мақсатында парсы патшасы Пероз өте көп әскер жинап ғұндарға аттанды. Ғұндар түркілерге тән соғыс өнері бойынша ашық соғысқа шықпай, шегіне жүріп парсыларды тұзаққа түсірді. Парсы әскері толықтай қырылып кете жаздап, ғұндардан бейбіт келісім сұрады. Ғұндар Перозға өте көп мөлшерде бағалы заттар беруін талап етіп, баласын кепілдікке алып кетті. 2 жылдан соң Пероз шах ғұндардың айтқан орасан зор өтемақысын тауып беріп, ұлын қайтарып алды. Сонымен қатар Пероз Ғұн патшасына әпкесін тұрмысқа беруге сөз берді. Бірақ оның орнына басқа әйел беріп жіберді. Арада біраз уақыт өтіп, ол әйел шындықты мойындады. Ғұн патшасы оның батылдығы мен шыншылдығына риза болып, өз әйелі ретінде қалдырып, парсылардан кек алуды ойлады. Ғұндар парсыларға біз жорыққа аттанайын деп жатырмыз, бізге әскери қолбасшыларыңды жіберіңдер деді. Пероз оларға 300 адамын жіберді. Ғұндар оларды өлтіріп, бір бөлігін мүгедек қылып парсыларға кері қайтарды. Бұл тактика парсылардың дарынды қолбасшыларының көзін жойып, оңай жеңіске жету үшін жасалған болатын. 483 жылы соғыс қайтадан басталып, бұл жолы да ғұндар ашық соғысқа шықпай қулықпен соғысты. Олар үлкен ор қазып, өздері қауіпсіз аймақпен шегінді. Оларды қуған парсылар шахтары Перозбен бірге орға түсіп қайтыс болды. Бұл соғыстан кейін ешкім Пероз шахтың денесін таба алмай қалды. Нәтижесінде сасаниттік парсылар шығыста көптеген жерлермен қоса Мерв қаласынан да айырылды. Армен тарихшысы Лазарь Парфский парсылар ғұндардан қорыққаны сонша, олар ғұндармен соғысса жауынгерлер ретінде емес, өлім жазасына кетіп бара жатқан адамдар сияқты күйде болатын деді. Эфталиттер парсыларды толықтай вассалдық күйге түсіріп, арабтарға жорық жасады. Эфталиттер өте сәтті жорықтарын жалғастырып, Таншан тауларына дейін жетіп, Қытайға шекарасын жақындатты. Алыстағы эфталиттерден қытайлар да өлердей қорыққан. 5-ші ғасырдағы Лян династиясындағы жазбалардан эфталит елшілердің дәрежесі бойынша бәрінен маңызды екендігін көре аламыз. Одан кейін эфталиттер назарын Үндістанға аударды. Ғұндар келмес бұрын Үндістанда ғылым білім аса жоғары деңгейде дамып жатқан еді. Көптеген үнді ғалымдары математика мен астрономия саласында үлкен жаңалықтар ашып, қарыштап дамыды. Кейбір зерттеушілердің айтуынша, үнді ғалымдары ұшатын аппараттарды ойлап тауып, ұшақ жасай бастаған дейді. Бірақ ғұндарды тек байлық пен алтын қызықтырды.
Ғұндар үнділерді тонап, өздері түсінбейтін және қызықпайтын кітаптарды өртеп, қалаларды қиратып тастады. 490-500 жылдары Торомон хан бастаған ғұндар Үндістанға басып кірді. Олар Джамна Танг, Раджастан аумақтары мен орталық Үндістанды басып алды. Үнділер құрған Гупта мемлекетінің батыс аймағын жаулап алды. 510 жылы ғұндарды ертіп орталық Үндістанға басып кіріп, Ганг өзенінің бойында шешуші соғысты эфталиттер үндістердің тасталқанын шығарды. Торомон хан қайтыс болғанда оның ұлы Михиракула таққа келді. Үнді жазбаларында оны әкесінен өткен жауыз қатыгез болған дейді. Ол Будда ғимараттарын бұзып, буддистерге азап алып келді және оның ең сүйікті ісі тілдерді биік жартастардан лақтырып жіберу болатын. Өмірінің соңына дейін Кашмирді басып алды. Үндіс жазбаларында ғұндардың шапқыншылығы орасан зор зиян мен қирату алып келгендігін және олардың мінездері мен өздерін ұстауы үнді халықтарын қатты шошытқандығын айтады. Шамамен 300 жылдай эфталиттер өздеріне тең қарсылас таппай жан-жақтағы халықтарды тонап, өлтіріп, азаптап, қасірет алып келді. Біздің тарихшыларымыз әдеттегідей көшірме қарауына байланысты эфталитті зерттеп жүрген Иран, Ресей зерттеушілері көрпені өздеріне тартуда. Эфталитті парсы халықтары деген адамдардың өзі де эфталиттердің шығарған тиындарындағы және Қытай жазбаларындағы суреттеріне қарап, олардың беттеріне сақал өте сирек өседі екен, ал парсылардың беттері қалың түк басқан ғой десе, орыстар олар европоидтық болуы мүмкін деп сандырақтауда. Иран мен Үндістанның аралығында бірде-бір европоидтық адам тұрмайтындығы баршаға мәлім дүние. Грек жазбаларында анық түрде эфталиттер ақ ғұндар мемлекеті деп жазылған. Эфталиттердің қазіргі Шығыс Қазақстаннан келуі, олардың парсылар мен үндістерге ұқсамайтын жалпақ бет, сақал мұрты сирек өсетін түрде бейнеленуі, олардың толықтай түркі екендігінің дәлелі. Өкінішке орай иесіз қалған түркі тарихын өзге елдер өздеріне жаздыртып аяусыз ұрлауда. Эфталиттер Пәкістан, Үндістан, Иранды жаулап жатқанда Қазақстан аумағындағы ғұндар қоншылыққа тап болып бір бөлігі батысқа қоныс аударды. Оларды Шужехан бастап барды. Олар Қырымға жетіп, одан әрі 4-ші ғасырдың 70-ші жылдары тікелей Европаға шықты. Ғұндар асқан қатыгездікпен жолындағының бәрін жайпап кетті. Римдіктер қауіпті деп санаған неміс варварларын бірінен соң бірін жаулап Римге жақындады. Ғұндардан жеңілген көптеген Шығыс Европа халқы мен немістер жерлерін тастап Римге қашты. Рим шекарасында көптеген неміс мигранттары қаптап кетті. Оларды тонап артынан қуып келген ғұндар ақыры 5-ші ғасырда Атиланың кезінде Рим империясымен шектесті. Ғұндар біраз уақыт Рим империясын зерттеп, олармен соғысуға шешім қабылдады. Дегенмен халықты көндіріп соғысу үшін сылтау керек болды. Сол заманда елшілік қызмет атқарған Приск соғыс қимылдары ғұндардың римдіктердің қазіргі Белградтағы ауданындағы сауда жәрмеңкесіне баса көкті бейнуінен басталған. Соғыстың негізгі сылтауы қала епископы Марктің патша қабірінен ғұн қазынасын ұрлауынан туындаған. Ғұндардың түрі европалықтарға қорқынышты болып көрінгендігі сондай, оларды екі аяқты жыртқыштар деп есептеген. Қазіргі ғалымдардың ғұн қабірлерін ашып сүйектеріне реконструкция жасағанын қарап, олардың түрі расымен қорқынышты болғандығын көре аламыз. Ғұндарды өз көзімен көрген Амиан Марцелин былай дейді: ғұндар басқаларынан аяқ қолы жуан болумен, желкелері жуан болумен, түрлері қорқынышты ұсқынсыз болумен ерекшеленеді. Үйге мұқтаж болмаса кірмейді, қабірге жиіркенген сияқты үйге кіруге де жиіркенеді. Олар үйге кіріп ұйықтау қауіпті деп ойлап далада ұйықтап, ұсқынсыз жылқылармен бірге көшіп қонып жүреді. Суыққа да ыстыққа да өте төзімді деген. Сондай-ақ римдіктер ғұндар шикі етті жей береді. Бір киім кисе ол әбден тозып кеткенше ауыстырмай жүре береді. Алтын мен байлыққа өте құмар деген. 437 жылы ғұндар Рейн өзенінің бойында Бургун корольдігіне соққы берді. Нәтижесінде солтүстік Европа мен Галлияға дейінгі герман тайпалары ғұндарға бағынды. Ғұндарға қарсы Рим империясы атынан вандалдар мен вестготтар тайпалары ғана соғысты. Сөйтіп ғұндар батыс Рим империясы территориясына толық ел кетті. Ғұндар батыс Рим империясын талқандап тонады. Шығыс Рим империясы Византияға да өте ауыр салық төлетіп, оны жыл сайын арттырды. Қазіргі Стамбул қаласында римдіктер барлық байлығын тауысып, халықтың бәрі кедей болып аштықтан қырылды. 440 жылы ғұндар солтүстік Балқанды қиратты. 451 жылы Иорданның айтуы бойынша Атила 500 мың әскермен Галлияға басып кіріп, аяусыз тонады.
Рим барлық күш-жігерін жинап, 453 жылы Каталон даласында жойқын соғыс болды. Тарихшылар бұл соғысты халықтардың соғысы деп атады. Соғыста 300 мың адам қайтыс болды. Атила бірінші рет жеңіліс тапты, дегенмен бұл соғыста көптеген римдіктер өліп, жеңісін жалғастыратындай мүмкіндігі болмады. Ал Атила бір жылдан соң жаңа күшпен Италияға басып кірді. Бәріміз білетін Венеция қаласының пайда болуына ғұндар себепші болды. Сұмдық қатыгез ғұндардан қашқан европалықтар су басқан болотаға жасырынып, сонда Венеция қаласы су үстінде пайда болды. Италияға басып кірген Атила Миланды да басып алды. Атиламен кездесуге Рим папасы Лев шықты. Римдіктер Атиланы Құдайдың қамшысы деп, ал ғұндарды Құдайдың ашуымен жазалауы деп түсінді. Атиланың шын аты Еділ болған. Зерттеушілердің айту бойынша Атила лақап аты ата ел, яғни елдің атасы деп қойылған, және Рим жазбаларында Атила деп сақталған дейді. Бір қатар ғұн сөздері Европа халықтарына сақталып қалды. Солардың бірі ғұндар соғысқанда атты таха деп айғайлайтын. Европалықтар сол сөзді атака деп қолданды. Ғұндар европалықтарға дұрыс ертоқым мен үзеңгіні және шалбар киюді үйретті. Европаға 10 мың ғана ғұндар аттанған, соның өзі Европаны қанға бөктеуге жеткілікті болды. Ғұндармен жиі соғысқан Батыс Рим империясы көпке бармай құлады. Бар байлығын беріп, халқы кедей, өздері жалаңаяқ қалса да, Шығыс Рим империясы Византия ауыр соғыс болдыртпай аман қалды. Арада 1000 жылдан соң ғұндардың ұрпағы болып саналатын Осман түркілері Шығыс Рим империясы Византияны жаулап алып, Осман империясына қосты. Ғұндар әлем халқының жадына қорқынышты халықтар ретінде сақталды. Келесі видеоларда ғұндардың Қытайға жорығы жайлы айтатын боламын. Жаңа видео жіберіп алмас үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.